Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Сарыарқаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен Дәуренбек Бағдәулетұлы, алдымен аңдытпа. Саран қаласында алтын құрсақты аналар мен олардың балаларына тың әлеуметтік көмек көрсетіліп жатыр. 4 баланың анасымын, көп балалы анамын. Осындай оқулар ашылып жатқанына қуаныштымын. Мүмкіндігі шектеулі балалардың ой өрісі кеңейді. Жезқазған қаласында Нұр медициналық әлеуметтік орталығының мамандары балғындарға осындай шарапатты көмек жасады. Балада өзгеріс бар. Бұнда қуана келеді. Вот такая у нас конструкция здесь. Боремся с ней уже больше года. Здесь все самодельное, на скотче, как видно. Степной бір шағын ауданындағы 47-ші үй тұрғындары қоғамдық тамақтану орнынан келетін қолаңса иістен қажыған. Ақмола облысының театр майталмандары Қарағандыға өнер сапарымен келді. Осы және өзгеде жаңалықтар төңірегінде бүгін мәжілістің пленарлық отырысында бірқатар заң жобалары мақұлданды. Оның ішінде тұрғын үй қатынастары мәселесі де бар. Заң жобасының негізгі мақсаты тұңғыш президент тапсырмасын орындау болып табылады. Яғни көп балалы және аз қамтылған отбасыларды, онымен қатар жұмысшы жастарды баспанамен қамту бағытында заңмен қолдау болуы тиіс деп есептейді депутаттар. Мәжіліс спикері аймақтардағы жандардың баспанамен қамтылуын негізгі бағыт қалуды тапсырды. Мысалы, егер отбасында 4 бала болса, әкесі, анасы есептегенде кірісі, айлық кірісі 552 мың теңгенің көлемінде болады. Болса, сонда осы заң арқылы арендалық үйге ие болуға мүмкіндік алады. Бұл бүкіл аймақтарға бірдей. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері кешегі өткен Нұр Отан партиясының 19-ші съезінде көтерілген бастамаларды толық қолдайды. Сондай-ақ жастары президент сайлауында халық сеніміне ие болған үміткер елбасы стратегиясын түбегейлі жалғастырарына нық сенімді. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары ауқымды әлеуметтік экономикалық өзгерістерді бастан өткерді. Осы аралықта денсаулық сақтау, білім, ғылым, мәдениет салалары ілгерілеп, ауқымды жетістіктерге қол жеткізді. Мемлекет экономикасы да қарқынды дамыды. Жиынға қатысқан 500-ден астам белсенді студент толайым табыстардан еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегін аңғаратындарын айтты. Студент жастар алдағы президент сайлауы халықтың таңдауына сай, ашық әрі бейбіт жағдайда өтетініне кәміл сенімді. Біз елбасы инженерлік білімін негізін салған университеттің студенттері 19-ші Нұр Отан партиясының съезінде өткен шешімді толығымен қолдаймыз және алдағы уақытта болашаққа деген сеніміміз зор. Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев салған бастаманы, стратегиясын ары қарай қолдап дамытады деген сенімдеміз. Тақ осы сайлау жөнінде маусымның 9-ында өтетін президент сайлауына бір айдан астам уақыт қалды. Осыған орай облыс тұрғындары өз аты жөндерін және сайлау комиссиясына тіркелмегендігі жайында мәліметтерді үйден шықпай-ақ Қарағанды сызықша region.gov.kz сайтынан біле алады. Ақпарат жеке сәйкестендіру нөмір арқылы немесе жеке құжат нөмірі арқылы беріледі. Егер сайлаушылар тізіміне енбей қалсаңыз, жергілікті әкімдікке барып хабарласуға қажет. Саран қаласында біз біргеміз акциясы жалғасын табуда. Көп балалы және аз қамтылған отбасыларды қолдауға бағытталған ілкімді істен мәрт жандар да қалыс қалмауда. Бұл жолы мемлекеттік мекеме өкілдері қайырымдылық шараларына атсалысты. Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет. Сондықтан олар сарандық кәсіпкерлер бастаған біз біргеміз акциясын бірден қолдап кетті. Мемлекеттік мекеме өкілдері түрлі жобалар ұсынып, қайырымдылық шараға бір кісідей үн қосуға асық. У нас в городе на сегодняшний день Бүгінде Саран қаласында 287 көп балалы отбасы бар. Қала әкімі әр отбасы жоғын жоқтап көмектесу үшін мемлекеттік мекемелерді бекітіп қойған. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі көп балалы отбасыларға өз ісін ашу үшін гранттар ұсынады. Қазір Саран қаласындағы жұмыспен қамту орталығы жаңа форматқа көшті. Біз біргеміз акциясы аясында мемлекеттік мекеме жұмыс жүйесін жаңғыртқан. Енді мұнда қолынан іс келетін көп балалы аналарға тігін шебері курсы ашылды. 4 баланың анасымын.
көп балалы анамын. Осындай оқулар ашылып жатқанына қуаныштымын. Келесіде өзімнің жеке меншік ательемді ашуға тырысамын. Қалалық ауруханаларда да жеңілдіктер қарастырылып жатыр. Дәрігерлер бұдан былай көп балалы аналарды ұзын сонар кезекке тұрғызбастан қабылдайтын болады. Городской центральной больнице проводится. Сонымен қатар аз қамтылған және көп балалы отбасыларға арналып жылжымалы мобильді топ жұмыс жасайды. Дәрігерлер анализдер алып, кардиограммалық тексеріс жүргізіп, денсаулыққа байланысты әр адамға кеңес береді. Сондықтан біз біргеміз акциясын жалғастырамыз, қолдаймыз. Көп балалы жанұяларға жасалып жатқан шарапат мұнымен шектелмеген. Тағы бір айқын мысал. Олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінде оқушылар футбол, күрес, суда жүзу, велоспорт түрлері бойынша ақысыз жаттығуларына мүмкіндік туғызылды. Как руководитель государственного учреждения. Мен осында келетін әр баланы жеке танимын. Талапкерлерді жаттықтырып, қабілеттерін шыңдап жатырмыз. Мен жақсы түсінем, себебі өзім спортшымын. Қазір Саран қаласында спорт жақсы дамып келе жатқан қуантады. Сонымен қатар жұмыспен қамту орталығында фрилансерлер мектебі ашылды. Мұнда Саран қаласының жастары компьютерлік бағдарламалар құрап, баннерлі логотиптер тәрізді түрлі дизайнерлік жұмыстарды жасай алады. Гүлбақша Ақажанова, Ернұр Жомарт, Аман-Хамид, Сарыарқа телеарнасы, Саран қаласынан. Жезқазған қаласында Нұр медициналық әлеуметтік орталығы ашылды. Стандартқа сай нысан мүмкіндігі шектеулі балаларға түрлі көмек көрсетеді. Енді мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылықтарында да шыңдайтын болды. Оңтайлы орталықтың бір күндік жұмысы жайлы келесі сюжетте. Бұл Жезқазған қаласындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған екінші орталық. Игілікті бастаманың меценаты өлкетану қоры мен бизнес құрылымы болып табылады. Әлеуметтік медициналық орталық бүгінде жарымжан жеткіншектердің барлық сұранысын қанағаттандырып отыр. Бүгінде мұнда 3-тен 18 жас аралығындағы балалар бос уақыттарын тиімді өткізіп жүр. Бұл орталықтың мақсаты негізі біздің мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық, әлеуметтік, медициналық, тілі кеміс балаларға көмек көрсету. Бұл жерде бізде жақсы специалистер қызмет етеді. Олар мысалы логопед, дефектолог. Мына ойын бөлмесі өрендердің қызықты орнына әп-сәтті айналған. Олардың ойлау қабілетін дамытуға арналған ойыншықтар да бар. Ғимараттағы медициналық кабинет, жатын орын және асхана санитарлық талапқа сай. Баласын әкеп жүрген Жезқазған қаласын тұрған Бауыржан Мұқанов әлеуметтік мекеменің қызметіне дән риза. Отағасының айтуынша осы орталыққа ұлын әкелгеннен бері өресі әжептәуір көтерілген. Балада өзгеріс бар. Бұнда қуана келеді. Мынандай балаларға қарау деген ол өте оңай жұмыс емес. Сондықтан балаларға Алланың нұры жаусын, бәрі жақсылық болсын, бәрі жарық, бәрі жақсы. Бірегей орталық тек медициналық әлеуметтік қызмет көрсетумен шектелмейді. Ғимаратта балаларды өнерге баулайтын үйірмелер жұмыс істейді. Тағдырдың тауқыметін тартып жүрген кішкентай бүлдіршіндер шығармашылық қырларын шыңдай алады. Айтпақшы, әлеуметтік мекеменің иелігіндегі көліктер балаларды таңертең үйлерінен осы араға алып келеді. Айта кетейік, бүгінде Жезқазған мен Сәтбаев қаласында 1200-ден астам мүмкіндігі шектеулі бала бар. Орталық басшысының мәлімдеуінше, келешекте терапияның жаңа әдісі арқылы емдеу қолданысқа енгізіледі. Айтбала Сүлейменқызы, Бекзат Нұрмағамбетов, Жезқазған қаласынан. Степной бір мекенжайы бойынша орналасқан 47-ші үйдің тұрғындары қара түтін құрсауына қамалып, айқай-шудың астында қалдық деп шағымданады. Көп қабатты үйдің бірінші қабатында орналасқан шағын кафедегі вентиляциялық желдеткіштің әсерінен жоғарғы қабаттағы тұрғындар терезе желдеткішін ашудан қалған. Вот такая у нас конструкция здесь. Боремся с ними уже больше года. Здесь все самодельное, на скотче, как видно. Амочаевтердің пәтері екінші қабатта орналасқан, ал астындағы шағын кафе тұрғындардың жүйкесін тоздырған. Тәулік бойы тоқтамайтын желдеткіштің шулы дауысы елдің дегбірін қашырған. Ребенок вот здесь спит у нас. Балам көз шырынын алмайтын болды. Кафеден үйге келетін тамақтың иісі жағымсыз. Өткенде жөндеу жұмыстарын жүргізіп, құбырды тазалағанда қаншама қоқыс шықты. Ал көктемде оны біз тазаладық. Это все не держит. Вот она насыпалась здесь. Запах очень сильно ощущается.
Бұл кадрлар бірер күн бұрын түсірілген. Қолқаны қабаттың жағымсыз иіспен 9 қабатты үйдің тұрғындары тоқтаусыз айтып келеді. Кезінде кейбіреулері мына құбыр өтетін бөлмені мүлде жауып тастауға бекінген. Ну мало ли, что среди ночи там что-нибудь. Алда жалда түнде өрт шығып кетсе не болады? Бұл балалар бөлмесі, мен ол жерге жатудан қорқамын. Кафе қожайынымен кездесу тіпті мүмкін болмайды екен. Бұл қоғамдық тамақтану орнын жалдаушылар жиі ауысып тұрады. Біз кафе қожайындарымен тек телефон арқылы байланыстық. Можете позвонить хозяину кафе? По поводу вашей трубы. К нам люди обратились. Она на работе, наверное. Өрт сөндіру қызметкерлері келді, қарады. Біз бірден ол болған дефектіні бірден қолға алып, орнына келтірдік. Трубаның бойын толығымен зерттеп, қарап, егер қандай да бір дефектілер табылатын жағдай болатын болса, біз оның барлығын бірден орнына келтіреміз. Тұрғындар Қазыбек би аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына да хат жазған. Ондағы мамандар тексеру жүргізетінін айтқан. Әзірге мәселенің шешімі белгісіз. Дәуренбек Бағдәулет, Сайран Аханбаев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Бүгін күй керуені шертпеуге орталығының мүшелері Ақтоғай ауданына іс-сапарға аттанды. Рухани және мәдени шара елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы негізінде қолға алынған. Сапар алдында экспедиция мүшелері баспасөз мәслихатын өткізді. Өнер сапар алдындағы баспасөз мәслихатына белгілі ғалымдар мен өнертанушылар және күйшілер мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Баспасөз мәслихатын ашқан Қарағанды облыстық мәдениет, мұрағат және құжаттама басқармасының басшысы Еркебұлан Ағымбаев сапар барысы жайлы айтып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Жастар жылында жастардың ойына ой қосып ескерте жүрсек, жастар өздерінің ата бабаларының кім болғанын, қандай жеңіс пен жетістікке жеткенін естіп білсе, сол кезде бойларына рух даритын болады деп есептейміз. Былтырған ашылған күй керуен шертпе орталығының құрылуына Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшылығы мен Қарағанды облыстық әкімдігі, облыстық мәдениет, мұрағат және құжаттама басқармасы қолдау көрсеткен. Өнер ордасының қорында қазір мыңға тарта күй бар көрінеді. Күй керуен шертпе орталығының экспедициясы Ақтоғай ауданынан басталайын деп отыр. Ақтоғай ауданында өздеріңіз білесіздер, онда да шертпе күйдің отаны болған. Кезіндегі Әшімтай, ақ қыз күйші, кешегі Мағауи Хамзин аталарымыз өмір сүрген өңір. Көптеген күйшілер шыққан. Мақсатымыз осы арқаның осы күй өнерін ары қарай насихаттап қоса жүру. 7 адамнан тұратын күй керуен музыкалық этнографиялық кешенді экспедициясының сапары бір аптаға жалғаспақ. Олар осы сапар барысында Ақтоғай ауданының бірқатар елді мекендерін аралап, киелі де қастерлі күй өнерін насихаттап жүрген белгілі күйшілермен кездеседі. Сондай-ақ ел ішінен мол мағлұмат жинап қайтпақ. Өнер керуенінің шығармашылық сапары одан ары аймақтың басқа да аудан қалаларында жалғасады. Сейтқали Әшім, Жайнат Жақсыбаев, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы. Ал Ақмола облысының орыс драма театры гастрольдік сапарымен Қарағандыға келді. Өнер ұжымы кеншілер шаһарындағы көрермендеріне 3 бірдей спектакль әзірлеп әкелген. Өнер тарландардың алғашқы қойылымын біздің әріптесіміз тамашалады. Сахнада Алый паруса романтикалық оқиғасы қойылуда. Сюжет желісінде өз бақытын күткен Асыл есімді бойжеткеннің тағдыры суреттеледі. Басты рөл Артур Грейді Көкшетау театрының тәжірибелі актері сомдады. Сквозная линия моего персонажа. Менің кейіпкерім өз тағдырын қолына алып, бақытты болғысы келеді. Ол үшін біреудің көмегін күту қажет емес. Әр адамның бақыты өз қолында. Бақыттың кілтін табу оп-оңай. Театр репертуары әрбір қойылымда әуендетіп беруге тырысады. Спектакльдегі ән мен би көрерменді елітті. Айтпақшы, ақмолалық актерлер Станиславский атындағы драма театрындағы әріптестермен ынтымақтастық орнатқан. Показать наш коллектив с разных сторон. Біз ұжымды әр жағынан көрсеткіміз келеді. Трагедия жанрында да, музыкалық комедия жанрында да шебер ойнауға тырысамыз. Мысалға, «Слуга двух господ» қойылымының хореографиясы өте қиын.
Театрдың гастрольдік сапары 25 сәуірде Уильям Шекспирдің Гамлет қойылымымен аяқталады. Ал бүгін кешкен Станиславский атындағы театр сахнада «Слуга двух господ» атты музыкалық комедия қойылады. Айта кету керек, театр репертуарында балаларға арналған қойылымдар да бар. Өнер ұжымы одан әрі Көкшетауға аттанады. Райхан Сәренбек, Жанат Жақсыбаев, Аман Хамид, Сарыарқа. Облыс орталығында халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Арайлым Жукенованың жеке шығармашылық кеші өтті. Барлық әндерін жанды дауыста орындаған өнер иесінің мәдени кешін көпшілікпен тамашалап қайтқан тілшіміздің сюжетіне назар аударыңыздар. Әнші Арайлым Жукенованың Қарағанды жұртына ұсынған ең әдемі әнім атты мәдени рухани кеші халық алдындағы жылдық есебі. Қоржынында халықтық әндер басым өнер иесінің сахнаға шығу сәтін талантына тәнті көрермендер де сағынып қалғандай. Кеншілер сарайының кең залын ән мен күйдің күмбіріне бөлеген Арайлым Жукенованың өнердегі ағалары мен қолдаушы әріптестері кештің қадірлі қонақтары болды. Жетістігі өзінің осындай орындаушылық, өзінің көрерменге деген енді өзіне қойған мақсаты шығар. Сондай көрерменге өзінің әр қырлы жағынан көрсеткісі келді. Арайлым енді жас орындаушы, өзі Қарағанды халқының, Қарағанды елінде, жерінде өзінің орны бар орындаушы. Халық дәнге сусындатқан Арайлым Жукенова осыған дейін эстрада жанры бойынша жыл вокалист атанып, өз тыңдармандарын бір қуантқан еді. Міне Арай ансамблінің вокалисі өміршең әндермен жаз әлемінің шауқарына айналған әсерлі әуендерін жеке кешінде жұртқа тарту етуде. Заманауи композициялармен қатар өнер иесі симфониялық және арқа сазы фольклорлық ансамбльдердің сүйемелдеуімен фонограммасыз ән шырқады. Әрине өте қобалжу үстіндеміз. Халық бір әдемі тірі немен жаңағы аспаптардың дыбысын сағынған халық болса, соны тыңдасын деген мақсатта, және де болашақта осындай бір концерттерге келсе екен деген, мысалы бізде әдемі кештер өтеді. Жүректен шыққан әннің бәрі әдемі деп ойлаймын. Негізі бұл жайдан жай қойылған жоқ, бұл ең әдемі әнім деген әнім бар. Атауы сондай әнім бар. Композиторы Жеңіс Сейдоллаұлы. Кеш иесі өнер жолын Алматы қаласында Гүлдер ансамблінен бастаған әншінің күміс көмей жезтаңдай талантына көрерменнің шапалағы толассыз соғылды. Арқадағы әншіліктің биік шоқтығын бағындырған Арайлымға тыңдармандар да ақжарма тілектерін білдірді. Келіп микросы енді ләззат алып қайтып отырмын. Шында Арайлым өте жақсы әнші. Бұндай концертке келген негізінде денсаулыққа да пайдасы тиеді. Көңіл көтеріледі. Осылайша 2 сағатқа жуық созылған тағылымды рухани кешті қарағандылықтар тапжылмай тамашалады. Мақсат Бисенаев, Еркелан Тойболдин, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткізілген ақпараттардың легі осындай болды. Қосымша ақпараттар телеарнаның әлеуметтік желідегі парақшаларына жүктелген, ал айшықты ақпараттарыңыз болса WhatsApp желісіндегі нөмірге хабарлассаңыздар болады. Жақсылықпен жүздесейік.